Сафа төбесінің маңына асығып жеткендер үндеушіні бірден таныды. Ол 7 жасар баладан 70-тегі қарияға дейін жақсы таныс Мұхаммадул Амин еді. Не тілегі болды екен? Ей Мұхаммед, саллаллаху алейхи вассалам, айтарыңды тезірек айтпасаң, тағатымыз таусылар түрі бар, деп көпшілік арасынан шыдамсыздық танытқандар да табылды. Барша халық жиналып, асқан ықыласпен ден қойып, жанарлар өзіне қадалып, айналаны тыныштық билеген сәтте Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сөз бастады. Ей Құрайш қауымы, туған туыстар, мен ешқайсыңызға да бөтен емеспін, білесіздер. Не айтсам да сіздердің қамдарыңызды ойлап айтам. Дұшпан әскерінің келе жатқанын көрген шын жанашыр кісі сол қауіптен қорғану үшін жақын жуығына хабар беруге асығатыны сияқты, мен де аса маңызды мәселені қайырға бастар бақытты көрсету үшін сіздерді жинадым. Ей Құрайштар, сендерге қазір сонау таудың арғы бетінде жау әскері келіп қалды. Біраздан соң тарпа бас салмақшы десем, менің сөзіме сенесіңдер ме? Бұған дейін жалған айтпақ түгіл, өтіріктің атынан жиренетінін білетіндіктен халық бір ауыздан Мұхаммадул Амин атанған пайғамбарға: әрине, сен айтсаң сенеміз. Сенің турашылдығың әрқашан бізге өнеге. Жалған атаулдан бойыңды аулақ салатының баршаға аян. Неге сенбеске, деп жауап берді. Олай болса, деп Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Құрайш тайпасының әрбір руын жеке-жеке атап шықты да: мен сендерге Алланың әмірін жеткізушімін. Құдіреті күшті Алла тағала маған ең алдымен жақын туыстарыңа ақырет азабын ескерт деп бұйырды. Сендерді Алла жалғыз, одан басқа тәңір жоқ деп иманға келуге шақырамын. Мен де оның құлымын әрі елшісімін. Егер айтқандарымды қабылдасаңдар, жұмақтың есігі сендерге айқара ашылады. Тағы да қайталап айтамын: Ла илаха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ деп мойындамасаңдар, менің дүниеде де, ақиретте де пайдам тимейді. Алланың елшісінің сөздеріне онсыз да дел құлы Әбу Лахабтың зығырданы қайнады. Жерден тас алып: тұқымың өспегір, бізді жинағандағы айтпағың осы ме еді, деп қолындағысын пайғамбарымызға қарай лақтырып кеп қалды. Одан басқа тыңдаушылар арасынан ешкім ләм-мим деместен тек өзара күбірлесіп тарасты. Осы әрекетімен-ақ Әбу Лахаб Алланың қарғысына ұшырады. Расулаллаға деген наразылығы, өштестігінің сазайын тартты. Алла тарапынан аян болған Тәббат сүресінде Әбу Лахабтың азапты ақыры туралы айтылады. Әбу Лахабтың екі қолы бірдей құрысын, онсыз да құрыды. Мал дүниесімен бар тапқан таянғаны оған еш пайда бермейді. Таяуда жанып, шыжғырлу үшін жалын атқан отқа кіреді. Сондай-ақ оның бұл дүниеде дұшпандық отын жағу үшін сөз тасыған әйелі де сол жалын атқан отқа отын тасушы болып кіреді. Мойнына мықты есілген арқан салынған күйде. Расулаллаға хақиқатқа наразылық білдірген кімде болса, Алла ақыр соңында өз нұрын тамамдары хақ. Осыны білгендіктен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қаншалықты наразылыққа ұшырап, қарсылыққа душар болса да, еш мойымастан алған бағытымен ілгерілей берді. Пайғамбарымызға жасалған зұлымдықтар. Сафа төбесінен ашықтан-ашық пайғамбарлығын жариялап, жалпы халықты исламға шақырған үндеуінен соң Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам Құрайш мүшриктері арасынан қарсылық білдіріп, қастандық ойлаушылар көбейді. Мүшриктер зұлымдық жасауда бірінен бірі қалыспады. Ал пайғамбарымыз болса, қажымай талмай халқын таухидке шақыра берді. Мүшриктер қасарысып, аталарының дінін пұтқа табынушылықты үдете түсті. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам оларды адамгершілікке, түсіністікке, екі дүниенің ләззатына шақырған сайын,
көңіл көздері байланған бейбақтар жарқанаттың жарықтан қашқан сияқты бақилық бақыттан бас тартты. Екі дүниенің сұлтаны оларды адамгершілік қасиеттерге үндеген сайын тас түнекке телміргендер кеуделерін көтеріп, айуандықтарын асыра түсті. Әлемдердің мақтаны қапастағы көңілдерді мәңгі әдемілікке, өшпес әсемдікке, ғажайып өмірге тартса, олар оны кеудесінен итеріп, білгеннің тілін алмай қатал қарғысқа ұшырады. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өсиет, уағыздары арқылы қарайған көңілдерді пенделік тірліктен періштелік биікке көтеруге ұмтылды. Бірақ олар теке тіресіп бақты. Жақсылыққа ермегендермен қоймай, кірленген көңілдер Әзірет Мұхаммедке сәт сайын залал келтіруден тынбады. Қаскөйлік әрекеттерін жалғастыра берді. Залымдар зұлымдық жасауда бір-бірімен сайысып, ойларына келгенін істей берді. Ал Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болса, наразылық күшейген сайын өзін-өзі қайрап жігерленді. Өйткені қашанда ақ, адал жандардың, тура жолдағылардың дұшпаны көп. Бұл мәселеде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзіне дейін өткен пайғамбарлар өмірін өнеге тұтты. Адамзат жаратылғалы бері адалдықтың жолы ауыр, пайғамбар атаулының бәрі басына не күн туса да шыдамдылықпен төзе білген. Сабыр түбі сары алтын демекші, әрқашан аққа алла жақ. Қара пиғылдылардың басым түскені дүние жалғанда болмаған. Егер сенің мұратың Алла жолына қызмет ету болса, тартынатын тіпті ештеңе жоқ. 124 мың пайғамбар Алланың әмірімен өз міндеттеріне кірісетін шақта не бір сорақылықтың, дарақылықтың тақсіретін тартқан. Қорлық пен зорлыққа кеуделерін керіп, шегін істегенді білмеген. Қайраттары қажымаған, жігерлері жаншылмаған, мұраттары мұқалмаған. Өйткені олар наразылықты илхамның қайрағы деп білген. Пікірлер қайшылығы, көзқарастар сәйкессіздігі ақиқатты туғызатындығына кәміл сенген. Әбу Лахаб бастаған әйелі қостап. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қарсы шығып, өле-өлгенше өрескелдігін тыймаған қара ниеттілердің көшін бастаушы туысқаны Әбу Лахаб және оның әйелі Үммі Жәміл болды. Қаскүнем Әбу Лахаб пайғамбардың басқан ізін аңдып, халыққа әлде қалай уағыз айта бастаса, аузына қақпақ болуға тырысып жағаласып, Расулалланың айтқандарын жоққа шығарып, тайталасатын, елдің санасын улайтын. Оның мақсаты Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дінін таратпау. Бір күні Әзірет Расулалла Ухаз жәрмеңкесінде қалың көпшілікке Алланың бірлігін, өзінің пайғамбарлығын мойындауға шақырып, «Уа халайық, ла илаха иллаллах» деп, мәңгі азаптан құтылыңдар деп насихатын бастай берген сол еді. Әбу Лахаб килігіп кетіп, «Ей адамдар, бұл менің жақын туысым, айтқандары шылғи өтірік, өзінің осылай жалған айтып, жалпақ басқысы келген арам ниеті бар. Бірде-бір сөзіне сенбеңдер, жанына жоламаңдар, аулақ жүріңдер» деп, онсыз да екідай ойдағы халықты таратып жіберді. Бұл ғибратқа толы көрініс інісі Аллаға иман келтіруге, мәңгілік бақытқа шақырады, ал ағасы болса, оған қарсы шығып, көпшілікті де қарсы қояды. Әбу Лахаб мұнымен де тынбады. Бір күні пайғамбардың есігінің алдына, үйінің тура кіре берісіне иісі мүңкіген қоқысты төгіп, үлкен іс тындырғандай масайрап тұрады. Бірақ қуаныш көпке бармай, ол кезде әлі иман келтірмеген болса да, Әзірет Хамза әлгі сасық шіріндіні жинап алып, Әбу Лахабтың басына төгеді. Мұны көрген пайғамбарымыз ақырын ғана, «Ей Әбдіманаптың ұрпағы, бұларың не? Көрші деген тату болмас па?» деп табалдырықта қалған қоқысты тазартып, сыпырады да қояды. Іштен шыққан жау жаман деген осау. Қасиетті Құранда Әбу Лахабтың
тозақ отын тілеп алғандығы, сұрап алған аурудың емі табылмайтындығы білдірілген. Қарғыс атқан Әбу-Лахаб кейде Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам мазасын алу үшін терезесіне тас жаудыратын. Әкеге қарап ұл өсер. Әбу-Лахаб Алланың сүйікті құлына қарсы сорақы пиғылдарын жүзеге асыру үшін ұлы Утайбаны да соңынан ертеді. 18.000 ғаламның пайғамбары Әзірет Мұхаммедтің көзін жою әрине оның қолынан келмеседі. Сонда да болса, әйелін, бала-шағасын Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам оның дініне қарсы қойып, санасын билеген сайқал сезімге оларды да ортақ етеді. Күндердің күнінде пайғамбарлар сардары оңашада Нәжім сүресін оқып, ойға шомып отырады. Осы сәтті пайдаланып Әбу-Лахабтың ұлы Утайба оған жақын келіп, Нәжімнің, жұлдыздардың жаратушысының атымен ант етемін, мен сенің пайғамбарлығыңды мойындамаймын деп, оңбағандықпен мүбәрәк бетіне түкіріп жібереді. Оқыс оқиғаға қатты ашынған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, «Я Раббым, Утайбаның қылғаны мынау, қорлыққа өзін-өзі итермеледі» дейді. Жаратушы Алла сүйікті құлының наласын да, алғысын да жауапсыз қалдырмаған. Пайғамбардың жоғарыдағы нала түріндегі сөздері де көп ұзамай орындалады. Утайба Йемен маңында Хауран деген жерде әкесімен бірнеше жолдасымен бірге демалып жатқанда, кенеттен бір арыстан пайда болып, топ адамның ішінен оған тарпа бас салып, пәрше-пәршесін шығарып, жер жастандырады. Пайғамбар дұғаларының міндетті түрде қабыл болып, мүлтіксіз орындалуы да оны өзге адамдардан ерекшелейтін айрықша қасиеттерінің бірі. Тозақтың тамызығы. Әбу-Лахабтың әйелі Үммі Жәміл де исламның қас дұшпандарының бірі. Күйеуінің көлеңкесінде жүріп, қаныпезерлік әрекеттерін тыймаған, азғындықта алдына жан салмаған. Құранның тілімен айтқанда, ол тамұқтың тамызығы. Жүрегінің қарайғандығы соншалық пәктігімен періштелерді таңдандырған пайғамбардың аяқ жолына күн сайын ерінбей жалықпай қураған жантақ шашып, айызын қандыратын. Үммі Жәмілге қатысты тағы бір оқиға. Пайғамбарымыз ең алғаш Сафа жотасынан қауымын иманға шақырғанда, оны айтуға ауыз бармас сөздермен балағаттап, таслақтырған Әбу-Лахабтың жиіркенішті қылығынан соң Алла тағала тарапынан Тәббат сүресі аян болып, онда ерлі-зайыпты екі залымның оспадарсыздықтары қатаң жазаланатыны баяндалған. Мұны ести сала Үммі Жәміл қаны қарайып, қолына тас алып Қағбаға жетіп келеді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сол сәтте ең жақын досы Әзірет Әбу Бәкірмен Қағбада әңгімелес дүкен құрып отырған. Шамданып келген Үммі Жәміл Әзірет Әбу Бәкірді көреді, бірақ Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам көре алмайды да: «Ей Әбу Бәкір, әлгі айнымас досың қайда? Мені сыртымнан мазақ етіпті деп естідім. Көрген жерде мына таспен аузын бұзар ем» деп бақ-шақ етіп, бейпіл ауызданып сілкінеді. Я жаратқанның жарылқауымен Әбу Бәкірді көрген бұзақының көзі қасында отырған Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көре алмады. Қорғап сақтаушысы бір Алла болған соң, солай болуы заңда да. Әбу Жахилдің қатып қалғаны туралы. Осыған ұқсас оқиға Әбу Жахилдің де басынан өтеді. Ол да иманның ата дұшпаны, қаскөйдің арам ниеті қайтсе де Әзірет Мұхаммедтің көзін жою. Бір күні қауымның ортасында Мұхаммедтің сәждеге басын қойған сәтін аңдып, үстінен түсіп, басын таспен езбесем атым өшсін деп серт беріп, өзінен өзі ойлап тапқан амалына масаттанады. Дәйіс мүшіріктер де Әбу Жахилдің қаһармандығын қолпаштап, қолтығына су бүркеді. Ертеңіне Әбу Жахил құшағына
өзі зорға көтеретін тас алып мешітке келеді де қалтарыста тұрып оңтайлы сәтті аңдиды. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сәждеге жығылған мезетте ауыр тасты бар пәрменімен жоғары көтеріп, енді тастап жібермек болғанда, сол күйі қимылдамастан қатып қалады. Пайғамбар намазын бітіргенде барып, Әбу Жахил қайтадан өз қалпына түседі. Бірақ болары болып қойғанды. Ойының күл талқаны шыққан ол, осы ізіңе түскен, менің қолымнан жан тәсілім бересің ақыры, деп ұялған тек тұрмастың кебін киіп, тісін қайрап кете барды. Әбу Жахил күн сайын пайғамбарға қарсылығын өршітіп, жүрген жерінде оны жамандаудан жалықпайды. Бірде тағы да көптің арасында бөсіп отырып, Мұхаммедті сәждеде көрсем, мойнын аяғыммен езіп тұрып, желкесін қиярмын деп көпіреді. Нақ сол кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мешітке келіп қалады. Сонда отырғандардың бірі: «Ей Мұхаммед, Әбу Жахилдің айтқанын естің бе?» дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Алақ сүресін оқыды да сәждеге жығылды. «Ел жұрт, жаңа ғана тісіңді қайрап отыр едің ғой, күшті болсаң келді ғой әне, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам» деп шуылдасады. Әбу Жахил сырғиялана күліп, пайғамбарымызға қарай 2 қадам аттады да кілт бұрылды. Өңі өрт сөндіргендей. «Не болып қалды тағы да? Неге кері бұрылдың?» деген көпшіліктің сауалына: «Ойбай-ау, көздерің көр болғаннан сау ма? Мұхаммедпен екеуміздің арамызға жағылған отты қарасыңдаршы» деп алды-артына қарамай шыға жөнелді. Мүшриктердің ойлары аяқсыз қала берді. Алла тағала Хабибін, яғни сүйікті құлын пенде атаулының азабынан қалтқысыз қорғады. Мүшриктер иман келтірмегендермен қоймай, исламға, оны таратушы пайғамбарға наразылықтарын шектемей-ақ қойды. Парықсыз пасықтар оспадарсыздықта жарысқандай еді. Бастары қосыла қалса, бар айтатындары қалайда пайғамбарымызға қиянат жасау, мұсылмандарды мазақ ету, жәбір көрсету жайы. Таң атқаннан кеш батқанша аңдығандары Әзірет Мұхаммед және оның достары. Қағбаның айналасында отырып алып, жексұрын жоспарларын құрып, бас қатыратын. Сондай бір мүшриктер мәжілісінде тағы да Әбу Жахил суырылып шығып: «Бүгін пәленшенің үйінде түйе сойылды. Сол түйелердің ішек қарнын қанжынымен әкеліп, Мұхаммедтің үстіне лақтыра алатын ер бар ма арамызда?» дейді жерден 7 қоян тапқандай. «Мен істеймін мұны, маған сеніңіздер» деп көңілі қарайған Уқба ибн Әбу Муайт атып тұрып, айтылған бағытқа тұра жөнеледі. Алла елшісі бар ықыласымен Алланың құзырында сәждеге бас қойғанды. Әлгі қарғыс атқыр Уқба қанжынын сорғалатқан күйі жаңа сойылған түйенің ішек қарнын пайғамбардың арқасына тастай салды. Мүшриктер көптен күткен армандарына жеткендей қарқылдасып, қауқылдасып, мәз боп жырғап қалды. Аяулы әкесінің мүшриктердің мазағына ұшырағанын естіген Әзірет Фатима 2 өкпесін қолына алып Әзірет Мұхаммедтің қасына жетеді. Келген бойда ішек қарынды ала салып, айнала қоршап, ыржаңдасып тұрған кәпірлерге қарай бар екпінмен лақтырып кеп қалады. Намазын аяқтаған Алла Расулы: «Ей құдіреті күшті Аллам, мүшриктерді саған тапсырдым» деп дұға етеді. Осы сөйлемді 3 рет қайталаған соң, Құрайш азғындарының есімдерін жеке-жеке айтып шығады. Құрайштардан өз аталас, құрсақтас ағайындарынан осынша азап көруі Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам ауыр соққы болғанмен, олардың парықсыздықтары жанын жегідей жегенмен, пайғамбардың амалы кемеді. Расулаллаға мүшриктердің тағы бір тұзағын Абдулла ибн Амр бұлайша әңгімелейді. Бір күні бір топ Құрайш Хижр деген жерде жиналып әңгімені қыздырып отырады. Мәселе баяғы Әзірет Мұхаммед жайлы.